жауап берсеңіз. Рашид мырза, бұл өнерге келуіңіздің жолын қысқа нұсқа бізге баяндап берсеңіз, және алғашқы ұстазыңыз кім етеді деген сияқты сұрақтар. Рахмет. Менің жалпы өнер саласына, өнер жолына жолдама берген менің ағам Мәжит Ертаев. Мәжит ағамыз болса, бір орнынан бір көтеріп қойсыншы кәдімгі. Қайда екен Мәжит аға бар ма осында? Мәжит Ертаев ағамыз. Мәжит ағамыз мені бір бөлмеге қамап қойып, осыны үйренесің деп жаңа бағдар беретін кісінің бірі. Сол кісінің арқасында осы дәрежеге жетіп отырмын. Рахмет, мың алғыс. Рахмет, енді Рашид аға, енді адамда уақыт деген алтын болып есептелетіні белгілі. Мына Сәлембеттің өзі алтын уақыттарын қиып сіздің концертіңізге келіп отыр. Қаншама ағайын, барша ауданымыздың тұрғындары, қонақтары алтын уақытын бөліп осы концертке келіп отыр. Әйтпесе өздеріңіз білесіздер, тамаша концерттер болып жатыр, бұл кісілер келе бермейді, негізі көре бермейді. Өте тамаша, осындай келген, алтын уақытын бөліп келген көрермендерге деген бір ізгі тілегіңіз болса. Құрметті ағайын, құрметті өнер сүйер қауым, барлықтарыңызға мың алғыс. Мен осы жерде басым деген